Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі тақырып дыбысы. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз әріпі бар сөздерді сауатты жазу, мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап беру, мәтін бойынша негізгі ойды анықтай алу. Балалар, мына суретте не бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар, экспо көрмесінің алаңы бейнеленген. Экспо деген не? Экспо ол халықаралық көрме. Экспо 2017 көрмесі қай қалада өтті? Дұрыс айтасыздар, Астана қаласы, яғни қазіргі атауы Нұр-Сұлтан қаласында өтті. Өте жақсы. Жақсы балалар, ендеше оқулықтағы 16-шы жаттығуда берілген мәтінді оқиық. Экспо бүкіл әлемдік көрме. Ол ең алғаш Ұлыбританияда өткен. Экспо 2017 көрмесін Астанада өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі. Бұл тмд елдерінде өткен алғашқы көрме болды. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Онда күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізілді. Оның бәрі эфирден көрсетілді. Міне балалар, мәтінді тыңдадық. Енді осы мәтін не туралы? Мәтінге ат қояйық. Мына берілген сұрақтарға жазбаша жауап беріп, өз мұғалімдеріңізге жібересіздер. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды? Экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Көрменің тақырыбы қалай аталды? Мәтіннен дыбысы бар сөздерді тауып ата. Бұл сөздердің мағынасын дерек көздерден біліп ал. Ал балалар, жұмбақтар шешейік. Бірінші жұмбақ. Диқаншының еңбегін қысы жазы ақтайды. Астықты тазалап, қай жерде сақтайды? Қай жерде сақтайды екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар, элеваторда сақтайды екен. Жақсы, келесі жұмбақты тыңдайық. Жылжымалы баспалдақ сатыларын бассаң нақ. Не жоғары, не төмен, сырғимын да жетеммен, көзді жұмып ашқанша ақ. Бұл не екен? Өздерің көріп тұрсыңдар, бұл эскалатор. Жақсы, осы жұмбақ шешуіндегі сөздер дыбысынан басталып тұр. Ал біз дыбысы туралы не білеміз? Ол қандай сөздерде кездеседі екен? Ереже мен жұмыс. Дауысты дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Мысалы, экскаватор, элеватор, эфир, эскалатор, экипаж, аэроклуб, каратэ, тағы да басқа сөздерде кездеседі. Өзіңіз дыбысы бар бірнеше мысал айтыңыз. Сол сөздердегі дыбысын дыбысы бар сөздермен салыстырыңыз. Оқулықтағы 18-ші жаттығуда көп нүктенің орнына және әріптерінің тиістісін қояйық. Сіздерге 3 сөйлем берілген. Осы сөйлемдердің ішіндегі жоқ әріпті табайық, дұрыс қояйық. Дыбысы бар сөздердің мағынасын түсіндіріңіз. Яғни бұл жерде электр, экипаж, эстафета деген сөздердің мағынасына мән берейік. Түсініп оқиық.
Өте жақсы. Ал қазір шығармашылық үзіліс. Балалар, ендеше шынықсаң шымыр боласың атты эстафета жарысына құттықтау сөз дайындайық. Ол үшін берілген сурет пен сызбаны пайдалану керек. Балалардың қолдарындағы шарларды ретімен қойып, сөйлем құрастырамыз. Өте жақсы. Бүгін сабақта әрпі бар сөздердің дұрыс жазылуына және дыбысының дыбысталуына мән бердік. Мәтіндегі тірек сөздерді анықтай отырып, ашық және жабық сұрақтарға жауап бердік. Әрпі бар сөздерді сауатты жазып дағдыландық. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.